Әжем, анам және мен аудандық байқауға қатысушы Утебаева Асия Базарбайқызы. Отбасылық салт дәстүрлерге баулу бағыты бойынша ұлттық тағамдар жасауды түсіндіре отырып дайындау жолын үйрету. Бауырсақ дайындау, сүзбеден құрт және ұлттық тағам бүрме қарын дайындалды. Жылқы еті мен қарнынан жасалатын ұлттық тағам түрі. Жылқының қарнына қазы ет, жуа картоп дәмдеуіштер қосылып, өзінің майы мен сөліне бұқтырып, пісіріліп дайындалады. Қазақтың салты қонақ күту әдебі. Қонақ ол қанша адам, тіпті бір кісіде қонақ екенін түсіндіру. Қонақ күту әдебіне дайындық, алдымен түсіндіру, киіндіру, шашбау тағып, әдемілікті көре білуге баулу әдісі жүргізілді. Домбыра аспабымен Еркемай әнін айтып, домбыраға қызығушылығын ояту, домбырамен таныстырып, ұлттық рухты сезіне білуге тәрбиелеу, шерту арқылы қол моторикасын жетілдіріп, икемге баулу. Әжемізді күтіп қарсы алғаннан соң, әжемен бірге қолөнер бұйымдарын әзірлеу жолын үйренді. Оның ішінде қазақтың ұлттық ою-өрнегіне көп мән берілді. Ою-өрнекті дайындау баланың қол моторикасының дамуына да назар аудардық. Ал ойлау қабілеті мен қол моторикасы даму барысында дені сау бала қалыптасып өсетіні сөзсіз. Қазақ халқының әдеп ғұрпы мен салт дәстүріне еніп кеткен бір қасиет ол қонақ жайлылық. Яғни сулық орамал беру, қолға су құю, асты ұсыну, сорпа беру, бата беру. Қонақты құрметтеп, шағын сыйлық беріп шығарып салу. Отбасылық салт дәстүрлер қарым-қатынасты жақсартуда маңызы өте зор екені сөзсіз.